Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі дүниетану пәніне менің көшем тарауына тоқталамыз. Сабақтың мақсаты көшеде не бар екенін айта алуға, көшенің қандай екенін сипаттауға үйрету. Әр адамның өзінің туған жері бар. Онда оның ата-анасы тұрады. Әркімнің ондай үйі ауылда немесе қалада болуы мүмкін. Үйлер көше бойында орналасады. Сол көшемен сен мектепке барасың. Мектептен үйге қайтасың. Онда достарыңмен бірге серуендейсің. Алматы қаласында Абай даңғылында тұратын бала сол даңғылдың атын қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың құрметіне қойылғанын айтады. Бұл даңғылда ұлттық кітапхана бар. Ол ұлттық кітапханамыз Абылайхан көшесінде қиылысқан екен. Міне осындай даңғылдарға ұлы адамдардың есімі беріледі. Ал өздерің тұратын көшелеріңде кімнің атымен аталады деп ойлайсыңдар? Сол көшелеріңде қандай көрікті жерлер бар? Немесе гүлзарлар бар? Болмаса ескерткіштер бар ма? Міне осы сұраққа дайындалып келеміз.